Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Рая. Бүгін таңғы асқа грануланы үй жағдайында бірге дайындайық. Ең алдымен ыдысқа овсянка хлопьясын саламыз. Одан кейін кез келген өз қалауыңыздағы жаңғақтар мен дәндерді саламыз. Одан кейін ерітілген сары май 82%-дан төмен болмау керек. Және табиғи бал қосып жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып біркелкі етіп жайып шығамыз осылай. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Грануланы пісірген кездегі ең ескертіп айтып кететін жайт, барлығы біркелкі болып пісуі үшін 10 минут сайын жақсылап араластырып отырамыз. Міне осылай әдемі болып пісіп шығады. Пісіп болған соң бірден ысылай ыдысқа салмаймыз, жақсылап суытып аламыз. Суып болған соң осылай банкаларға салып алсаңыздар болады. Осылай құрғақ жерде бөлме температурасында 1 ай сақтауға болады. Сіздермен болған мен Рая. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар.